Қазір мен әпшемнің үйінен шықтым. Бүгін сол әпшемнің үйінде түнегем. Сағат қазір 6:30, мектепке шығып жатырмын. Мен өз районыма келдім. Қазір енді мен слишком ерте келіп қойдым, 7:30 қазір сағат. Мен уже мектептің алдындамын. Почти. Қазір я хочу завтраканы осындай нәрсе алуға. Қазір мен боянып алуым керек. Осы жерде туалетте. Бұрын мен сөйтетінмін. Мектепке ерте келіп алып боянамын. Всем привет! Я снимаю видео для канала, это Аружан Казбек. Аружан у нас, она была старостой. Сейчас староста, к счастью, я. Староста была? Да, она была старостой. Она сколько? 6 лет, да? Или 5 лет? Только год, что ли? У нас была физика. После физики сейчас у нас будет казахская литература. Это Жасмин. Она слушает такие песни, которые... Что? Қазақша жүргізейін ба не? Бәріне сәлем. Мен Әкежанмын, Аружанның сыныптасы. Мен бұл видеоны жасап жатырмын Аружанның каналына. Сол. Және мен айтамын. Аружан бізде сынып басшысы болған. Ол староста. Ол болды. Қазір староста менмін. Я. Және де бізде физика болды. Және физикадан кейін бізде қазір қазақ әдебиеті. Мен білмеймін, бұл балалар не үшін кіріп кетті. Мүлдем түсінбей жатырмын. Бұл Жасмин, ол андай өлеңдер тыңдайды. Бізде сабақ басталды. Қазақ әдебиеті пәні ТЖБ болып жатыр. Бұл Айткүл Сержан қызы, қазақ тіл пәнінің мұғалімі. Не айтамын, түкте айта алмаймын. Анай мен Аружан міне отыр. Аружан, Анай. Мұғалім сочетармен басы қатып жатыр. Мы просто сидим. Влогымызды жалғастырамыз. Мен қазір үйдемін. Қазір енді домашний делалармен айналысам. Негізінде мен, в принципе, күні бойы үйдегі істермен айналысатын уақытым вообще болмайды. Есептен де бір түрлі қызық влог шықпауы мүмкін. Қазір енді мен ұбт-дан бір-екі тақырыптар қараймын. Мен физика, математика таңдағандықтан физика мен тарихтан көбірек дайындалу керек. Мен неге сабақтағы үй жұмыстарын орындап жүрген жоқ. Себебі мектептегі баға ол керек емес. ұбт-ға көбірек акцент жасап, ұбт-ға көбірек дайындалып. Бұл себептен де қазір сол іспен айналысатын боламын. Мен өзіме осындай умная закладкалар алып алғам. Математикадан. Сосын физика, маған керек физика и математика. Формула барлығы жазылған, осы жерден қарап есеп шығаруға прям өте тиімді. Сосын менде тарихтан осығымдай дәптер арнадым, бүкіл Қазақстан тарихын бүкіл жазып. Сонау палеолиттан бастап қазіргі заманға дейін, бірақ мен әлі неде жүрмін, сақтарға әлі жетпедім. Мезолит, неолит, короче, осы конспект жазып жүрмін. Сақтарды өттім, әлі басқа нелер өтіп, түрік қағанатына жетуім керек. Осы 90-ға менің нақты мақсатым, ол осы сақтар ғұн үйсін барлық тайпаларды бітіріп, түрік қағанатына уже 2-90-да түрік қағанатына көшетіндей қайталап, жазып, бүкілін жаттап алу керекпін. Сосын жаймен жаңа жылда орта ғасыр, жаңа ғасыр құдай қаласа оған жетеміз. Еще біз ана жолы қыркүйекте бір жай пробный тапсырған кезде келген сұрақтардың бәрін жазып алғасын ғой. Мынау география. Сол кезде мен география тапсырам деп ниеттенгем.
Мына жерде тарихтың барлық сұрақтарын жазып алып, қандай келуі мүмкін. Короче, осындай булочки на улочке деген күшті жерге келдік. Прям әдем болып тұр. Қазір кіремін. Короче, біз қазір Анелиямен кездесетін боламыз. Бір кафеде сай отырып, енді 1000 теңге чекке зат аламыз. Сөйтіп бір бай, андай күшті емеспіз. Ойлап қалмаңдар. Анелия әлі келген жоқ, күтіп отыр. Қазір мен уже келдім. Ішіне кіріп отыра берейін ба, или күтейін ба? Қараңыздар, қандай түнгі Астана, вообще кайф. Түнгі правый берег. Просто посмотрите, қалай вообще үлкен әдемі. Мына шетінде күшті орындықтар, ана жерде тағы да бөлек орындықтар. Ой, келдік па? Көргенге қатты қауыштым. Мына жерде тағы отыратын жер бар екен ғой. Мынандай стильде. Короче, бәрі бар. Мына жерде жейтін нәрселер, мына жерде ыстық тамақтар, мына жерде тағы бауырсақ, анау-мынау выпечкалар. Тағы бөлек комната, тамақ ішетін. Вообще күшті. Короче, вот менің образым. Және Анелия. Мұнда еще сладости. Мына жерде тәтті выпечкалар. И мында тоже. Есть всякие торт сияқты нәрселер. Тағы осындай выпечкалар. Вообще кайф тимей. Прям Америкадағыдай ғой, бәрі бар. И ана жерде сулар. Прикиньте. Мына жерде бөлек магазин бар еще. Прикиньте, даже мороженое бар вообще. Бұндай кафені қайдан көрдіңіздер? Әде тағы сладости. Именно ойыншықтар, прикиньте. Маған маска кидеп қояды деп па? Сенде маска бар ма не? Мынау менің маскам ғой. автобусқа отырған кезде Аружан маған типа 19-ға 37-ге отыр деп, мен жиында телефонға кіріп 19:10 деп қалдым да. Солай ма? 10:19 деп қалдым да. Сосын өліп кеттім. Сосын Аружан звондайды, қайдасың деп. Звондамасам кете беретін ғой сен. Қайдамын деп кішкене. Дұрыс келіп тұрсақ деп қоямын еще. Жолмен адасып жатқан жермен тура жолға түсірдім деп па? Бізде мынау пончик, мынау білмеймін, жай тұрып Жүрген деп па? Мынау осындай сок, типа ПП болуға тырыстым. Келдік, Анелия отыр, әреңшіда отыр деп. Мен айтып отыр, қазір түсіріп алайын, сосын жейміз деп отырмын ғой. Қазір түсіріп жейміз. Мен тұрым осындай әдемі жер. Біз кеттік. Біз шықтық. Қараңыздар, прям әдемі жасақ болған. Осы жерден самалға дейін ғой. Осында.